Сәлем достар, сіздермен жан-жақтар арнасы. Каналға жазылмас бұрын лайк басып, комментария жазылып, каналға тіркеліп, қолдау көрсетеміз. Сонымен бүгінгі біздің басты тақырыбымыз қандай адамдар түнде жын шайтанды жиі көреді. Көптеген адам қараңғыда жалғыз ұйықтаудан қорқады. Олар елес көрем, немесе басқа паранормальды құбылыстың куәгері боламын деп ойлайды. Сонымен қатар, олар күндіз ештеңеден қорықпайды. Өйткені басқа дүниенің болуы мүмкін деген түсініксіз себептерге байланысты ойлар адамды түнде мазалайды. Жақында ғалымдар 8.000 адам арасында сауалнама жүргізіп, елестерге жиі сенетіндер ұйқысын қиын адамдар екенін анықтады. Басқа әлемге сену. Алдымен, қандай адамдар елестерге, вампирлерге, шайтандарға және әртүрлі мистикалық құбылыстарға сенетінін түсіну керек. Бірнеше нұсқа бар: қорқыныштың жанкүйерлері, психологиялық жарақат алған адамдар, ғылымның қарсыластары және тағы басқа. Сондай-ақ жеткілікті ұйқының болмауы табиғаттан тыс нәрселерге сенуге әсер етуі мүмкін. Мұны сауалнама нәтижелерін зерттеген ғалымдар дәлелдеген. Ғылыми зерттеуде ғалымдар 8853 адам арасында олардың ұйқы сапасы мен паранормальдық құбылысқа сену деңгейі туралы сауалнама жүргізді. Сауалнама тәулігіне 6 сағаттан аз ұйықтайтын адамдар басқаларға қарағанда мистицизмге көбірек сенетінін көрсетті. Кейбір адамдар кейде бастырылып қалады. Дәл осы солар әсіресе елеске сенуге бейім келеді екен. Бастырылу бұл адамның ақыл-ойы оянғанымен бұлшықеттері сал болып қала беретін жағдай. Әдетте бұл құбылыс тұрақты емес, ұйқының нәтижесінде ғана пайда болады және бірнеше минут немесе одан аз уақытқа созылады. Ұйқысы дұрыс емес адамдар жындарға және басқа мистикалық кейіпкерлерге көбірек сенеді. Бұл тарихта дәлелденген. Сонымен Мысыр тұрғындары жындардың айлы амалдарынан адамдар да бастырылу болатынын бұрыннан сенімді. Жапон мәдениетінде адамның оянғаннан кейін қозғала алмауы деп аталатын және түнде үлкен жынның адамдардың үйіне жасырын кіріп, кеудесін басып алуымен түсіндіріледі. Италияда ұйқының сал ауруы пандафече мысық сиқырымен байланысты. Адамдар ұзақ уақыт бойы бастырылуда жындарды айыптады. Адам бастырылған кезде ол жиі оның жанында қандай да бір жын тұр деп елестетеді. Осы кезде кейбір адамдар елестер мен басқа да паранормальды нысандардың шынайы екеніне сенуі мүмкін. Неліктен адамдар елестерді көреді? Сонымен қорқынышты фильмді көргеннен кейін ұйқысыздық немесе бастырылу нәтижесінде адамдар елестерге сенеді. Тіпті оларды көре алады. Шындығында олар жоқ және елеспен кез келген кездесудің ғылыми түсіндірмесі бар. Көбінесе адамдар көне ғимараттарда елестерді көрдім деп ойлайды. Ғалымдар мұндай галлюцинацияның себебін миктосиндерді шығаратын зең мен саңырауқұлақтар деп санайды. Олар көп жылдар бойы тазаланбаған ғимараттарда кездеседі. Адамдардың елестерді көруінің тағы бір себебі параидеология. Бұл белгілі бір нысандарды басқа нәрседе екен деп ойлап қалу. Мысалы, адам қараңғыда адамның сұлбасына ұқсайтын нәрсені көргенде, жақындап барып қарағанда бұл орындықтағы киімдердің үйіндісі болуы мүмкін. Қазақта мұны қорыққанға қос көрінеді деп атайды. Осымен бүгінге айтарымыз осы. Қош сау болыңыздар.